Егер сіз қолыңызды осы деңгейлерден артық көтере алмасаңыз, және ауырсын синдромы болса, келесі жаттығуларды ұсынамын. Бірінші жаттығуымызға осындай резинка керек. Осы деңгейде ашып, қолды жаймен стена бойымен көтереміз жоғарыға. Ауырсыну болғанға дейін, ауырсыну болған жерден тоқтаймыз. Осылай 10 реттен 3 подход жасаймыз. Келесі жаттығуымызға осында кез келген таяқ керек, оқтау болсын, көтерілмейтін қолды жоғарғы жағына қойып, сау қолымызбен жаймен деп көтереміз. Ауырсыну болғанға дейін. Осылай 10 реттен 3 подходтан жасаймыз. Келесі жаттығуға кез келген есік, стена, бұрышы жарай береді. Қолымызды осылай 90 градуста қойып аламыз, денемізді алға қарай итереміз. Осылай 10 реттен 3 подход жасаймыз. Осы жаттығулардың көмегімен иық бұлшықеттері босайды, қан айналымы жақсарады және нәтижесінде қозғалыс артады.